Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі. 27-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тасымал, бота. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Бота. Айналайын ботам, қандай күлте жотаң, табандарың жалпақ, теріп дейсің жантақ. Иіліп тұр мойның, қанбайды екен ойының, тостағандай көзің, әдемісің өзің. Абдрахман Асылбек деген кісінің өлеңінен үзінді екен. Балалар, бұл жерде бота қандай жануардың төлі? Жарайсыңдар, түйе жануарының төлі. Түйенің пайдасы қандай? Бота, табан сөздері қалай тасымалданады? Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Түйе төрт түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Тасымалдауға болмайтын сөздерді тап. Бір буынды және алғашқы буыны бар дыбыстан тұратын екі буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. От, сүт, шаш, ақын, орақ, іні. Үшінші жаттығу. Сөздерді оқы. Бұл сөздерді тасымалдауға болады ма? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Балалар, тапсырмаларды толық орындап болсақ, бұл жерде қосымша тапсырма. Бұл мәтінді көркем етіп дәптерімізге көшіріп жазамыз. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңдар.